Ал бүгін мамыр айының 20-сы Темір ауданында жүрмін. Мұғалжар ауданынан Темір ауданына қарай өтіп кеттім жылқы іздеп. 6-шы күн жылқы іздеуден. Таңертеңнен кешке дейін. Қазір қарайтын болсаңыздар, мына арада темір көрініп тұр. 6 күннен бері жылқы іздеу. Жылқыларды түйіндеп, соңғы үйір ұстап жатқан байғұланың үйірі. Осы ой тауып жатыр. Барлығы түгел, басы аман. Барлық жылқы осы жаққа қарай кетіп қалған. Күнде осы жақтан айдап жатыр. Бұған дейін айғұланы, суанды, борсықты, мына 4-ші үйір алып кетейін деп жатқан. Неше күн іздестірген еңбек әйтеуір еңбегіне табылды. Оның себебі неде? Қаншама километр ұзап кеткен. Себебі қатты жел, жаңбыр. Жаңбырдан кейін тымырсық ауа болып маса көбейіп кеткен, шыбын көбейіп кеткен. Жылқы мазасызданып оңтүстік батысқа қарай жүре берген. Желдің арқасында. Да, осыдан кейін ойлаңыздар, жылқы баққан оңай ма, қиын ба? Жылқы ысқырса желдікі деген осыдан қалған міне. Бастарын сауғалап, бейшаралар шаққа тұр, шыбындап. Қазір сағаты 11 болды. Кешке дейін ауыл жаққа қарай айдап жеткізем шығар деп ойлап тұрмын. Жемендеп жүреміз қазір ауылға қарай. Байғұла!